шақпай қойса екен. Мен просто білмеймін араларында шынымен де не болып жатқанын, оны сендер білесіңдер да. Мен бүгін ғана келіп тұрмын. Содан кейін мен бүгін келгеннен кейін осындай нәрсе араларында болмай қойса екен деген дұға тілек бар. Андай нәрсе ғой енді. Дұрыс қой жалпы, иә. Еркек болғаннан кейін кейде бір эго басып кетіп жатады деген сияқты, кейде бір ашуға салып қойып жатамыз деген сияқты бір. Бірақ енді именно махаббатқа келген кезде мен бірден бір тебіренетін жандардың бірімін. Сіздің жаныңызға барсам болады ма? Әрине, келіңіз. Бізде микрофонды бере қойсаңыз. Сізде бар ғой, иә? Енді андай нәрсе ғой болса, Жандос шақырып алайыншы бірінші. Жандос, келіңіз. Вау, не деген әдемі гүлдер. Баласа ханым, негізі Аделяның тарапынан ешқандай жаман сөз кеткенін қаламаймын мен. Осы жерде келгелі бір 4-5 күннен кейін байқадым, менің ойымдағы адам негізі ол қыз әрдайым қорған болғым келеді, жанында табылғым келеді. Бағанада енді алыстан қарап отырмын ғой, сәл көңіл түсіп отырғаны кәдімгі жүрегімді ауыртты. Енді Сатөлет те келіп тұр, оны досымды да білем. Досыма да енді қыздың өзінің таңдауы деп ойлаймын, бірақ менің қазіргі адамым ойыма, жүрегіме кірген жан ол Аделя. Күйем, сүйем, өлем деп айтқым келмейді, бірақ мен бұл қызды бақытты қылуға, Баласахан, барымды жасаймын. Мен бүгін дайындалып келгем негізі. Яғни сіздің кешегі айтқыңыз келген дүние көкейіңізде болған жүрегіңіздегі қыз? Ол Көшенай. Ол Аделя. Аделя. Мен Аделяны шынымен де өзімнің ойымдағы адам ретінде көремін. Егер де алдағы уақытта қазір енді өзін тыңдаймыз ғой, бірақ тартуымды бергеннен кейін мен қайғыда да болсын, қуанышта да болсын, қиын қыстау сәтте болсын, золбалаң сәттерде де болсын, жанынан табылуға дайынмын. Сол. Бұл гүлдер. Енді қалай болады екен? Аделя, таңдау сізде болайын деп тұр, себебі Сатдәулеттің таныстығы қалай болады? Сізге таныстыққа ұсыныс жасап жатыр. Ернар, сіз гүліңізді сыйласаңыз болады? Сіз де таныстыққа ұсыныс тастап тұрсыз ғой? Әрине, ер шекіспей бекіспейді. Осы жерде мен басында айтқам мен егер ішінде сезетін болсам, мен бірден жасаймын дедім. Мен бүгін осының барлығын бір беріп алайын, е? Аделя, гүлді қабыл аласыз ба? Үлкен екен қойып қойсам болады ма? Көп ойланбайсыз деп ойлаймын. Көп ойланбайсыз. Сізден жауап қажет еді. Жайғасыңыз, Ернар? Жоқ, осы жерге жайғасыңыз. Аделя, тыңдап тұрмыз. Бұл таныстыққа ұсыныс па? Иә. Яғни маған таңдау керек. Иә. Сол Баласа ханым енді бағанан бері қара күйе жағылған қаламаймын деп жатыр да. Қатысушылар да айтып жатыр, бір мен үміттеніп қалған, мен жүгірген секілді көрініп қалдым да, енді менен жауап күтіп отыр да. Маған уақыт керек секілді ойланатын. Сонда Сатдәулет қалай болады? Мен не істеймін сонда? Жоқ, тұра тұрайын ба кішкене? Жоқ, маған үміткерім келіп отыр ғой. Мен бірінші Ернардан бұрын үміткермен танысып көргім келеді. Яғни Ернарға деген жауап жоқ па? Жауап жоқ. Енді мен сізге былай сұрақ қояйын. Аделя, сіз Сатдәулетті үміткер болғандықтан таңдап тұрсыз ба? Иә. Ал жүрегіңіз не дейді? Себебі мен қатысушылардың да айтқан сөзін жоққа шығармайын. Бұған дейінгі көзқарастарды жоққа шығармайын. Жүрегіңізбен қандай жауап бергіңіз келеді? Соны айтсаңыз. Енді Баласа ханым үміткер келіп отыр ғой. Бұл таныстық алаңы болғаннан кейін мен бұл кісіні сыйлап отырмын.
бұл кісімен танысып көргім келеді. Жоқ, сенің шынайы жүрегің негізі танысып көргің келе ма, или просто үміткер болғаным үшін ба? Просто келген жолы құр кетпесін деген сияқты. Жоқ, шынайы танысып көргім келеді. Былай жасайық. Бізде ойланып алыңыз, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін Сәтдәулетке берілетін жауап қандай болады? Ернардың мәселесі қалай шешіледі, бірге білетін боламыз.